Bütün negizde yani bugün taqırımız қазақ тілінің пайда болуы мен дамуы. Бұл жерде тілдің пайда болуы туралы әртүрлі теориялар бар. Соның ішінде биологиялық теориялар және қоғамдық теориялар болып бөлінеді. Биологиялық теориялар дегеніміз ол еліктеу теориялары, одағай теориясы, ымдау теориясы болып табылады. Қоғамдық теорияларға тоқталатын болсақ, онда қоғамдық келісім теориясы, еңбек теориясы айтылады. Адамның сөйлеу қабілетін білдіретін жалпы шығу тарихы өте көне заманға адамдардың жануарлар дүниесіне бөлініп шығуы, сонан бері тілесе жеке дара нақты тілдердің шығуы мен дамуы жалпы адамзат тілінің шығуы мен қалыптасуы әлдеқайда бертін келе дәуірлерде пайда болған. Яғни қазақ тілдің пайда болу тарихы, яғни өзара қарым-қатынас құралы ретінде қоғамда белсенді рөл атқарады. Сапағымыздың жалғасы флешмоб әдісі, яғни балыққан қаз әдісі. Бұл жерде біздің негізгі тақырып қазіргі таңда қазақ халқының, яғни қазақ тілінің проблемалары туралы айтатын боламыз. Яғни бізде бұл жерде студенттер екі топқа бөлініп, өз ойларын осы кесте арқылы, сызба арқылы жеткізетін болады. Проблемасына тоқталайық. Яғни қазіргі кезде қазақ тілінің негізгі проблемасы не деп ойлайсыздар? Қазақ халқының өз тілінде еркін сөйлемеуі. Біз яғни бұл жерде қазіргі қазақ тілінің проблемасын анықтап алдық. Енді ол проблемаға келетін себептерді анықтайтын болайық. Қазіргі қазақ тілінің негізгі проблемасының себептері не деп ойлайсыздар? Осыған тоқтала кетсек, қандай ойларыңыз бар? Шет тіліне еліктеу. Ya, dürüst. Келесі. Бастауыш сыныптарға шет тілі мен орыс тілінің енуі. Dürüst. Және келесі. Орыс мектептерінде. Айтыңыз. Телевизиядағылардың өздері қазақша сөйлемей орысшаны араластыруы. Яғни енді себептерін анықтап болдық. Келесі фактілеріне тоқталайық. Негізгі фактілер не ол деп ойлайсыздар? Қазақ тілінің қазіргі таңда өзекті болмауының себептері не ол? Қандай фактілермен дәлелдеп келе аласыздар? Орыс сыныптардың көп болуы. Ya, dürüst. Келесі. Телевидениеда орысшаны көп сөйлеуі. Осы жері өте дұрыс. Яғни қазақтардың басқа тілге еліктеуі, өз тілін ұстамауы. Яғни басқа мысалға себеп айтатын болсақ, Ресей, Украиндарда олар арасында бір қазақ келсе де, олар өз тілін танытпай, өз тілінде сөйлеп, өз тілін құрметтейді. Ал қазақ тілі қазіргі таңда өзінің тілін құрметтемеу біріншіден, екіншіден өзінің тілінде анық сөйлей алмау болып табылады. Осы ойларды айтып болсақ, енді осы ойларды қорытындылай кетейік. Қандай қорытындыға келдіңіздер? Өзінің ойларыңызды осы айтылған проблемалармен, себептермен, фактілермен қорытындылай ойыңыздар. Қандай қорытынды? Өзге тілдің бәрін біліп, өз тілінде құрметтеу. Дұрыс, және қандай ой қосаттары? Және де қанша басқа жерге барсаң да сен өз тіліңді ешқашан ұмытпай, өз тілінде сөйлей беру керек, еркін сөйлей беру керек. Өте дұрыс. Қазақ тілін дамыту керек. Өте дұрыс. Және де қазақ тіліндегі кітаптарды көп шығарып, қазақ тілінде, қазақ мектептерінде көптеген қазақ тіліндегі сауатты жазуларды көп үйрету керек деп ойлаймын.